Нұр Отан партиясының ертең өтетін 16-шы съезіне еліміздің түкпір-түкпірінен делегаттар бүгін елордаға табан тіреді. Шойын жолмен Батыс Қазақстан өңірінен 60-тан астам, Павлодар облысынан 50, Алматы қаласынан 100-ге тарта партия алып келді. Құрамында аудан және қалалық бастауыш партия ұйымдарының мүшелері бар топ үшін әр съездің маңызы ерекше. Естеріңізге сала кетейік, съез жұмысына еліміздің барлық өңірлерінен 1200 делегат қатысады деп күтілуде. Олардың басым бөлігі шаруашылықтар, зауыт цехтарда еңбек ететін мамандар. Бастауыш партия ұйымдарында көзге түскен бұл озаттар съезге қатысуға жолдама алған. Батыс Қазақстан облысында 260 бастауыш ұйым, 13 аймақтық филиал, осыларда 25678 партия мүшесі бар. Енді ертеңгі үлкен форумнан күтетініміз үлкен мынау енді саяси бағдар, еліміздің стратегиялық бағыту, даму бағытында үлкен жаңалықтар, жақсылықтар болады деп сенеміз. Алматы қаласынан келген делегация осы партия ұйымындағы ең үлкен делегацияның бірі. Еліміздің болашағы, ертеңгі күніміздің барлық мына тағдыры осы съезде қабылданатын шешімге байланысты ғой деп ойлаймыз. Ертең делегат ретінде қатысам, мен үшін ол өте қуанышты. Мен өзім қуаныштымын. Осындай үлкен съезге әрбір адам қатыса бермейді. 95 адам келдік Павлодар облысынан. Арамызда мұғалімдер де бар, әкімдер де бар.